Сәлеметсіз бе? Бүгінгі сабақ Microsoft Word'тың главная бөлімінің бір бөлігі Where-is-it, копировать, вставить өтетін боламын. Where-is-it қиып алу, копировать көшіру, вставить қою. Осы видеоны көріп отырсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді жазыңыз. Сізге рахмет. Ал енді осы сабақты бастаймын. Ең алдымен папка ашамыз, кез келген бір жазатын болсаңыз, ішінде бірнеше документ болатын болса, онда папка ашуға жақсы. Папканы ашамыз, мышканы оң жағын басып, бұл жерде документ Microsoft Word'ты таңдайтын боламыз. Таңдаймыз, сосын атын жазсаңыз да болады, жазбасаңыз да болады, өз еркілеріңіз. Папканы ашамыз, өзімізге керекті текстті жазып аламыз. Яғни бұл жерде қазір мен сізге текстті көрсетемін. Текст болсын, сурет болсын, кез келген материалдарды мысалы белгілеп аласыз, Where-is-it басасыз, сол жағын, сосын вставить басасыз. Міне. Where-is-it-ның астында осы үш кнопка бар, соны басып көруге болады әрқайсысын, бірақ біз оны күнделікті қолданбаймыз. Күнделікті біз қолдамыне көрдіңіз, басқанда осылай жаңағы вставить таблица, вставить әртүрлі форматтарда қолдануға болады. Біз күнделікті қолданатын вставить-ні өзін басамыз, сарыны папканы өзін басамыз. Енді қайтадан выделить етіп аламыз, копировать басамыз да, сосын вставить-ті сары папканы басамыз. Міне астына қойылды. Солай. Тағы да копировать етіп аламыз, тағы да астына вставить етіп қоямыз. Міне осылай өзіңіздің алдында жазған неңіз екі рет қайталанды. Екісті сохранить басамыз, мысалы, және де мынау сақталып тұрған бір документ деп есептегенде, және тағы да бір Microsoft Word'ты ашамыз жаңадан бір документ ашамыз да, мысалы бізге бұрынғы документ қажет болады, соның ішіндегі мәлімет бізге қажет болады, текст болады, сурет болады, қажет болады. Енді солы жаңағы документті, бірінші документті ашып аламыз. Ашқаннан кейін бізге керекті жаңағы сөзді, текстті, сурет боламы копировать етіп аламыз. Яғни копировать етеміз, Where-is-it етеміз, копировать еттік, мұнан жаңа папкаге вставить еттік, қараймыз. Міне, мынау деген копировать еттік, мына жерде папканың 13-ті, жаңада 13-11 деп тұрды, 2025. Енді біз жаңада екінші папканы атын қойған жоқ, документ Microsoft Word деп тұр. Соңғы жерге вставить басамыз. Яғни вставить белгіленіп тұрды. Міне осылай жаңағы сохранитті басып, мына жерде үстінде жаңағы сохранитте дискі бар, дискімізді кассета, соны бассаңыз да болады. Осылай бүгінгі сабақ осымен аяқталды.